келін достар. Бүгін біз мына алдымызда тұрған кружканың ішіне салынған стикерлардағы әртүрлі жануар, хайуан, жәндіктердің дыбысын салатын боламыз. Кезек-кезек осы стикерларды алып, әрқайсымызға түскен хайуан, жәндік, жануарлардың дыбыстарын салатын боламыз. Бүгін осы жобаға менімен қатысып отырған ұлым Исмаил, қыздарым Аиша және Медина, және де мен өзім. Және папамыз. Данияр. Ал достар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықты өтеді күндеріңіз. Ал кім бастайды? Давай, арамызда ең кішкене Исмаил ғой, Исмаил бастасын. Ал Исмаил. Давай. Саған не түсті? Достар, Исмаил ұлыма жылан түсті, жылан. Не істейді еще? Ол қалай жүреді? Ал достар, мен ұлым тура тапты. Исмаил пока алдымызда келе жатыр. Достар, бұл жерде айтып кететін тағы бір жайт. Мына кружканың ішінде көрсетілген хайуан, жануар, жәндіктердің дыбысын кім көбін табады, соған алдымызда тұрған тәттілердің бәрі үйрет достар. Ал келесі кезектінде Медина. Медина, одан кейінгі кішкентай боламыз Медина. Еще әлі ешкім ұтқан жоқ. Маған сен біреуін пока алдың. Медина, саған кім түсті? Не түсті? Жираф. Жираф? Жирафтың дауысын сал. Қалай тағы да бір қайталаш? Достарыңа қарап тұрып қайтала? Достар, көрдіңіздер ғой, жирафты естіген болсаңыздар, зоопаркке барып жүргендеріңіз болса, жобасы негізі келіп тұр, бірақ жирафтың дауысы кішкене жуанырақ шығады достар, бірақ жобасы келіп тұр. Бұның да жауабын қабылдайық. Ал, Аиша, келесі кезек сенікі, өзің ал. Кім түсті? Қарға. Көрсетіп қой достарыңа не түскенін. Қарға достар. Ал қарғаның дыбысын сал. Қарға енді ойлан не екен? Ворона. Ворон деген достар, баяғыда біз киноны жиі көретін едік. Давайте, айтыңдар. Айт, Аиша, қарғаның дыбысы. Қарға. Давай, айт. Жоқ, айт. Айт. Достар, біз онда қабылдай алмаймыз, Айша, сен ондай жауабыңды қойып, пока мынаны ішіне сал, қайтадан. Қарғаны сал. Айша салды. Салды ма? Айшаны салды. Ал, давай, достар, енді кезек менде. Ой, достар, маған да қарға түсіп қалды ғой. Ал, достар, қарғаның дыбысы. Енді біз қарғаның дыбысын көп естіген халықпыз ғой. Былайша қарға ең көп. Жаңа қысы жазы жүретін құс болғаннан кейін қарғаның дыбысын ондай отырады. Қар деп шығады. Ал, келесі кезек Исмаил, сенікі. Пока Исмаил, Медина, мен бір жануар, хайуан, жәндіктің атынан таптық. Маса дейді, достар, маса. Масаның дыбысын салу керек. Это легко. О, дұрыс тапты, достар. Масаны дұрыс тапты. Масаны таппайтын адам жоқ шығар. Жас шыға сала бәрімізді шығатын жәндік қой. Төбет. Достар, төбет дегеніміз енді ит, күшік, жалпы бәрі кіреді. Қалай? Төбеттің, иттің дауысы қандай? Достарын қарап тұрып ой. Қалай? Аф дейді. Дұрыс тапты, достар. Қой. Медина, Айша, енді сен ол. Не түсті? Көкек.
Кукушка, да? Кукушка. Достарына қарап тұрып айт, достарына. Кукуляку. Ку-ку. Ку-ку, да? Айша, наоборот. Ку-ку. Дұрыс тапты, достар, дұрыс тапты. Это я себе оставляю. Давай. Одан кейін маған бер кружканы. Мен табам. Так, достар, менің кезегім. Қой дейді, достар, қой. Енді қойды білмейтін қазақ жоқ шығар. Қойдың дыбысы. Мә. Қой осындай дыбысы. Теперь снова еще. Исмаил. Не шықты? Давай еще. Арыстан. Лев қалай дауыс салады? Левтің дауысын сал, еще. Не подсказывай, ты что? Арыстан. Қалай? Достар енді. Дұрыс салды. Дұрыс салды, достар. Мультфильмді көргендеріңіз бар шығар. Симба деген мультфильмді. Король Лев. Қораз, тауық, петух. Давай, Медина, достарына қарап тұрып сал. Петух. Кукареку. Достар, қабылдайық. Жалпы кукарекумен танылған ғой негізі тауықтың барлығы балдардың әлемінде. Сол себепті қабылдайық. Қабылданды. Ал, Аиша. Тышқан, достар, тышқан. Да, пипи. Кәні? У него нет такой. Давай, айт енді, айт. Достарына қарап тұр, неге маған қарайсыңдар? Достарға қарасыңдар. Ой. Кәні? Жоқ, достарын қарап, дауыстарын салыңдар, дауыстарыңды. Сейчас. Достар, қабылданды. Бірақ оған қара Медина вообще айтпай салды ма деймін. Так, енді менің кезегім тағы, достар. Горилла дейді, достар. Годзилла. Так, горилла. Енді горилланы же біз кинодан танып қалғанбыз. Папа, это Годзилла. Годзилла. Папа, Годзилла. Годзилла. Қабылдайсыңдар ма менікін? Смотри. Мынаны қойып, ананы аш. Мысық. Это самый легкий. Мысық. Достар, мысық. Исмаилға мысық шықты. Мысық не істейді? Кошка не істейді? Ой, молодец. Вот, дұрыс таптыр. Исмаил да бұл жолы дұрыс тапты, достар. Медина. Я быстро делала. Молодец. Араның дұрысын. Достарын қарап тұрып айт. Ара шағатын кезде қалай келеді адамға? Годзилла. Дұрыс, достар, қабылдаймыз. Ара шақпаған адам дұрыс шығар, достар. Араны бәріміз білеміз кішкентайымыздан. Просто это постоянно и везде. Постоянно и везде. Қасқыр. Достар, қасқыр түсті Айшаға. Міне, Исмаил дұрыс тапты ғой, достар. Исмаил дұрыс тапты. Қасқыр деген не істейді? Қасқыр деген ұлиды. Деп ұлиды. Ұлиды қасқыр. Это волк? Волк, иә. Тағы да, Айша, сенің бұл жауабыңды қабылдай алмаймын. Қайттан салып қой. Жоқ, оны салма. Тек жауап бере алмағанын саламыз, достар, қайттан. Қасқыр не істейді? Қасқыр не істейді? Достар, қабылдаймыз Исмаилдің бұл жауабын. Так, ендігі кезек? Медина. Менен өтіп кетті ғой деймін, Иә. иә?
менен өтіп кетті. Папа. Мен жауап беріп жүрейін. Достар, жаңа мен болу керек еді, менің алдымда Исмаил келді, Исмаилді санадық. Ештеңе жоқ, қайттан осы кезек менікі болып есептелді. Міне. Ешкі, достар, ешкі. Ешкі несі? Бағана қой келген еді, достар маған. Қазір ешкі келді. Ешкінікі шәл ашшылау болып шығады да дауысы. Мә. Почти такое. Қойдікі кішкене жуандау жүреді, достар. Жорж, сен алдың ғой жаңа. Енді видимо, сен ана алдың ғой, қасқырды алдың ғой жаңа. Қасқырды алдың ғой жаңа. Дедім. Қаз не дауысы? Жоқ, қаз, гусь. Қалайсыздар, достарың арап тұрып ай? Жоқ па? Жоқ па? Жарайды достар, бұл жауапты қабылданбайды. Медина, сол себепті қайтадан салып, кружкаға. Жоқ, енді Айша айтады, еще. Қазір Айша, сосын барып сен. Ты же. Мен, сосын барып, еще. Есек. Есек. А это что? Осел? Исмаил. Есектің дыбысы, достар. Енді есекті білмейтін адам жоқ шығар. Я знаю, как он на английском переводится. Қалай? Данки. Данки, достар, данки. Как он говорит? Қалай сылады оның дауысы? Подожди. Да? Ну как лошадь почти. Дұрыс, достар. Қабылдайық, достар. Қабылдайық. Почти как лошадь мы Сен, мақұл, еще один балам алсын. Сиыр, корова. Қандай дыбыс бар? Корова қандай дыбыс бар? Это легко. Айтпаңдар, үндемейміз. Исмаил, корова не істейді? Ой, достар! Үлкен респект, Исмаилға үлкен респект. Бүгін барлығын тауып жатыр. Молодец, Исмаил. Енді мен. Так, яғын түсті, білемін. Достар, аю түсті, аю. Аю бізде... Так. Как жираф. Да. Деген дыбыстар салат шығар деп өзім ойлаймын, достар. Как зомби, папа. Аюды көрмегеліме біраз болды. Көргенмен де дыбысын естімегелі біраз болды, достар. Егерде аюдың дыбысын нақты біліп жатсаңыздар, достар, біздің осы видеодан кейінгі жаңағы жерге комментарияларыңызды міндетті түрде жазып кетіңіздер, достар. Кімдікі дұрыс шықты, кімдікі бұрыс шықты. Две как раз осталось, тебе и мне, да? Қаз. Гусь қой, гусь. Қайтадан өзіңе айналып қаз түсті. Еще. Можно сказать? Можно? Жоқ, біз бүйтейік, достар. Аиша, сен жауап бере аласың ба осыған? Каскай. Жауап бере алмайсың ба? Ну, Дұрыс. Я сөйтіп, жалпы неде мультфильм барлығында сондай дұрыс. Аишаның қабылда, жоқ, сен ана ал қайттан Аиша өзіңе, өзің жауап бер анағанда. Бұл анаға Медина жауап бере алмаған есебінде болсын. Жылқы. Қалай жылқы? Дұрыс, достар. Бұл жерде енді біз Айша қызымызға кішкене навстречу бардық десек те болады, достар. Өйткені басында 2 ма 3 па сұраққа келген жануардың атауына дұрыс жауап бере алмай қалды. Сол себепті жаңа Мединадан қаздың дыбысын салуға мүмкіндік бердік, және өзінде қағазын алуға мүмкіндік бердік. Сонымен, достар, жалпы бұл бізде Мединадан еще 5 болды ма тоже? Медина, сенде де 5 болды ма? Ну, Медина, один вопрос я ответил, поэтому 4, а у меня 5.
Жоқ, ода сода қалды ма не жаңағы қағаз? Да. Жоқ, жаңағы гусьтан қағаз сода қалды ма? Нет. Іштегі қалды. Енді достар, былай ғой. Нет. Жалпы ше енді барлық мен қыздарым да мамамен жаңағы келіседі деп ойлаймын. Бұл жердегі енді жалпы бірінші орынды, абсолютно чемпиондық орынды біз бүгін мынау Исмаил ұлымызға берейік, Медина, Айша, единогласным решением судей первое место получает у нас Исмаил! Достар, Исмаил жеңді. Сіздер де әрдайым видео осындай қызықты ойындарды ойнап тұрыңыздар. Біздің каналымызға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарийге міндетті түрде қандай жануар сіздерге ұнайды, қайсының дыбысын біз дұрыс салдық, я болмаса дұрыс емес салдық, өздеріңіздің бір версияларыңыз болса, міндетті түрде жазып кетіңіздер, достар. Сау болыңыздар.